Бүгін біз сіздермен көпшілік қыздар, қанымдар барып фурнитура дүкенінен зат сатып алар кезде өте көп қателік жіберетін зат, құрал-жабдықтың бір түрі зажим деген затпен танысатын боламыз. Қазір сіздерден қалай қателеспей тура таңдап алуды мен көрсететін боламын. Міне, мынау өздеріңіз көріп тұрғандай ең бірінші зажимды былай алып көрсетейін. Инструментпен өте кішкентай ғана жаңағыдай бұл темір металдан жасалған. Мен қазір қолымдағы линейка бар, линейкаға қойып көрсететін боламын. Міне линейкаға қарасаңыздар, нөлден басталғанда 2 мм, 3 мм ғана көлемінде тұр. Өте кішкентай зат. Көпшіліктеріңіз барастардағы осы зажимның орнына бусинка алып қоясыздар. Бусинка деген моншақ. Зажим мен моншақтың айырмашылығы. Сіздер көпшіліктеріңіз барастардағыны фурнитура дүкендерден бұның орнына бусинка, моншақ алып қоясыздар, осындай кішкентай размерлі. Ол моншақты алмаңыздар. Зажим екеуінің айырмашылығы ең біріншіден моншаққа қарағанда зажимның мына жағындағы етін домалақ кругы металы жіңішке болады. Екіншіден, міне зажимның өзінің функциясы ол бізде закрепитель болады. Бір жерді жабуға, бекітуге арналған зат болады. Қолымыздағы инструменттің көмегімен былайша зажимды алып тұрып үстіне қысқан кезде, міне қараңыздар, мен қазір қыстым. Бұл ешқандай да сынған жоқ. Потому что бұның материалының өзі осындай гибкилау болып келеді кәдімгі бусинкаға қараған кезде. Міне көрдіңіздер, мына жері жабу керек болса, былайынан жасаған кезде мына жерден біздің ювелирный тросигіміз ішінен шығып кетіп жатқан жоқ. Бұл қатты, бұл бекітіп тұр. Енді сіздер осының орнына бусинканы әкеліп бусинканың үстінен басқан кезде ол порт етіп екіге сынып кетеді. Потому что бусинка бұл сияқты гибкий емес оның материалы кәдімгі қатты темір элементтен жасалған. Міне зажим екеуінің айырмашылығы осы. Зажимнің екі түрлі түсі болады. Қазір көп деп тараған түсі, біреуі золото түс, екіншісі серебро түс, сары және ақ түсі. Себебі сіз таңдап жатқан фурнитураңызға байланысты екі түсін алуға болады. Зажим деген міне осы қыздар. Ешқашан зажимді алудан қателеспеңіздер.